Ассаламалейкум, қайырлы күн қыздар, қайырлы кеш, кімге қайырлы күн. Бүгін қызыл теңіз салатын жасаймыз. Қызыл теңізді мен өзім жеке өзім көрмедім. Қызыл теңіз көргендер бар ма? Қызыл теңіз жағасында демалғандар бар ма? Үйде қызыл теңізді бүгін мен әдетте майонез салмай тек пайдалы салаттар жасаймын. Бүгін енді правиладан ережені бұзып 3 желания майонезмен жасайтын боламын. Реклама жасап кеттім ба? Ол үшін бізге краб таяқшалары керек. Бұны біз ұзынша таяқшаға тураймыз. Енді қаламұшша өздеріңіз турайсыздар. Қыздар, міне майдалап турап алдық. Енді бұны мына жаққа саламыз. Майонезбен салатты көбісі жақсы көреді, қыздар. Енді кішкене чеснок, сарымсақ тоже майдалап турап аламыз. Бұны да қыздар, сарымсақты майдалап турап алдым. Енді қызанағымызды майдалап тураймыз. Бұны да жіңішке соломкаға. Міне помидор болды. Енді жұмыртқамызды турап жібереміз. Негізі болгар бұрышын, қызыл болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Мен бүгін салмадым. Жұмыртқа салмасаңыздар да болады. Жұмыртқа өз қалауыңызша. Жұмыртқаның орнына қызыл болгар бұрышын саласыз. Сонан кейін майда түркіден өткізілген ұзынша біздің қатты сырымыз, жемшік. Ең соңынан біздің майонез 3 желания. Енді жақсылап араластырамыз. Қыздар, салатымыз, қызыл теңіз салатымыз дайын. Мынаны теңіздің жағасындағы жасыл оазис деп есептейік. Мынау қызыл теңізіміз. Ас болсын.